Ассалаумағалейкум, құрметті той сүйер қауым. Дәл бүгін тұңғыш рет Түркістан облысында, Шымкент мегаполисінде ынтымақ мейрамханасында Есенқара көкемізбенен Менера әпкеміздің шаңырағында үлкен той болып жатыр. Ендеше той құтты болсын ағайын. Жалпы мынау Шыңғыстың ағасы ретінде бүгінгі тойға келген барлық ағайын туыстарға барлығына рахмет айтамын. Мінекей Шыңғыс пен Әсел келініміз осы ең жоғарғы елбасының атымен аталатын Назарбаев зияткерлік мектебінде жұмыс жасайды. Осы өскелең ұрпаққа, өзінен кейінгі жастарға жақсы тәлім тәрбие беріп, жоғары дәрежеде шәкірт тәрбиелейді деген ойдамыз. Елдің емес, ата-ананың емес, елдің, халықтың баласы, елдің келіні болады деген сенімдеміз. Бүгінгі көңіл күйіміз өте керемет. Қазір оның себебі Шыңғыс пен Әселдің тойына жиналып отырмыз. Өзіміз ұжым болып Шыңғыс пен Әселге тек қана жақсылық тілейміз, отбасына амандық тілейміз. Айтады екен, бақыт қайда барасын деп, бақыт айтады екен, үйінде тек қана тыныштығы бар, ата-анасын сыйлайтын отбасына барамын деп. Сәттілік қайда барасын десе айтады екен, сәттілік деген досының қабағында, жарының жанарында деп. Шыңғыс пен Әселге тек қана достары көп болсын дейміз, бір-бірін жақсы көріп өтсін дейміз өмір бойы. Ал тойшыл қауым бүгін той құтты болсын. Бүгін Шыңғыстай бауырымыздың үйлену тойына келіп отыр. Бүгін енді елімізге керемет бір шаңырақ қосылып отыр деп отыр. Қазақтың осындай жігіттері көп болсын, өзіміздің ізіміз басып келе жатқан ініміз. Тек қана бақытты болсын, осы жанұядан жақсы бала шағалар үріп өсе берсін. Ал Шыңғыс, мінекей бүгін сенің үлкен үйлену тойларында Әсел екеуің үйлену тойларында жиналып отырмыз. Шаңырақтарың биік, босағалары берік болсын. Әрдайым аққудай бір-бірлеріңе серік болып, махаббаттарың берік болсын. Біз сендерге әрдайым тілекшіміз, сендермен бірге әрдайым бақытты болғандарын тілейміз. Бақытты болыңдар әрдайым. Шыңғыс, Әсел, бүгінгі тойларыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіз екеуіңіз де бізге бөтен жандар емессіздер. Осы уақытқа дейін бірнеше жыл бойы араласып келе жатырмыз. Осы біздің жақын қарым-қатынасымыз әрі қарай жандана берсін. Сіздерге тек қана отбасылық бақыт тілейміз. Ал Шыңғыс, Әсел, бүгінгі тойларың құтты болсын. Әрқашан бақытты болыңдар, дастархандарың осындай тойға жайылсын, әрқашан балалы, шағалы болып. Шыңғыс пен Әселдің тойы бүгін қуаныш. Осы екеуі бақыт тілеймін. Келіп жатқан көпшілікке қуанышты бөлісіп, бәріне рахмет. Тек қана осындай тойларда жолығайық, бәріне тілегім сол.
Ой, не деген қошемет мынау. Рахмет қошеметтеріңізге, шапалақтарыңызға. Қой жұмысы болсын баршаңызға. Сәлем берген саулық береді. Ал сәлемін алған қызығын көреді дейді Сымбатжан. Ендеше, ассалаумағалейкум, арғы тек алаштан тараған, керегесін ағаштан құраған, тағдырдың кезіне қолдан жасаған тозақтың өзіне шыдаған, бабалар рухына басы иіп, Алладан медет сұраған, кең пейілді, жомарт жүректі, ойы өрісті, келбеті келіс болған қадірлі ханымдар мен мырзалар, көптен күткен Мейірбек әулетіндегі дөбірлі тойға қош келдіңіздер. Армысыздар, бармысыздар, қайырлы кеш қымбатты ханымдар мен мырзалар. Бүгінгі ұлан асыр тойға жиналған тойшыл қауым. Әрине бүгін сіздер мен біздер үшін ерекше той, ерекше мереке. Осындай айтулы тойда сіздерді Ақ-отаудың астында, ақ дастарханның басында көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Әрине баршаларыңызға келген қадамдарыңызға гүл бітсін деген дана халықта керемет сөз бар, қуанышты бөліссең көбейет деген осындай әулетіміздің ұлан асыр тойын бөлісіп келген сіздерге той жұғысты болсын. Салтанатты кешімізге қош келдіңіздер, той құтты болсын баршаңызға. Қадірлі қасиет қонған қарға тамырлы қазақ елі. Бүгін өздеріңізге мәлім, тамыры сонау тереңге бойлаған, ұлы жүзден тараған шымыр елінде керегелі кексекті, шөберелі шөпшекті болған Мейірбековтар әулетінде ақ тиенің қарына жарылған күн. Бұл фәниде батадан асқан бақыт жоқ деп ел мен жұрттың батасын алғала, баршаларыңыздың бастарыңызды бір шаңырақтың астына жинап, сіздерге дастархан жайып, ерекше сыйлап. Бүгін Есенқараға менен Менера жеңгем осыны керемет қуанышын сізбенен бізге бөлісіп отыр. Ардақты ағайын, қымбатты көпшілік, бүгінгі тойдың егелеріне жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын, қуаныштарыңыз қуанышқа оласын деп бір шабыла көріп қояйық. Рахмет. Енді Беглантай өзің қарап отырсын, осынау біздің Ақ-дастарханның басына жиналған қауымның жүзінен нұры төгіліп тұр, жүрегінен сыры төгіліп тұр. Десек те сонау отау ішінен отау құрған біздің Шыңғыс пен Әселдің тілеуін тілеп болашағына ақ жол сілтеген біздің мейірімді, ақ адал жүректі қонақтарымыз. Олай болса қымбатты тойшыл қауым, ардақты ағайын, сіздердің қошеметтеріңізбен біз екі жасымызды ортаға шақырмасақ, бүгінгі кешіміз тамаша көңіл күймен басталмайтыны белгілі емес пе? Олай болса баршамыз орнымыздан тік тұрып, қуанышты ұқтырып, екі жасымызды әдемі әннің ырғағымен ортамызға шақырамыз. Шыңғыс пен Әсел сахна төрінде. Баршамыз қарсалай ардақты ағайын, көтергі көңіл күймен. Достар қайдасыздар, достар? Достар, жастар, группаластар, дауыстарыңыз естілмейді. Шыңғыс, Әсел, бақытты болыңдар! Жастар бақытты болса! Рахмет. Үйлендім мен деп тамаша көңіл күймен ортаға шыққан Шыңғысқа бір шапала көріп қояйық. Шыңғысжан, қолыңа қонған ақ құсың, басыңа қонған бақ құсың болсын. Аллах тағала махаббаттарыңды мәңгі қылсын. Енді осыншама ел, осыншама жұрт екеуіңізді құрметтеп, екеуіңізге арнайы бақ тілеп келіп отыр. Енді Шыңғыс, сен көреген елдің ұрпағысың. Ендеше бүкіл елге сәлем бергенің жөн болады. Бір мәрте қадам бас, оң қолыңды кеудеңе қойып, елмен жұртпен амандас. Ассалаумағалейкум, Шыңғыстың сәлем қабылдаңыздар. Қымбатты ағайын, жігіттің тектілігі әкесінен, қыздың инабаттылығы анасынан деген. Бүгінде осы әулетті бақытқа бөлемдеп оң аяғымен босаға аттаған Әселдей келіндеріңіздің бір емес үш бірдей сәлемін қабыл алыңыздар. Ай, шіркін ай, тамаша. Әр сәлемге бір шапала құрып тұрайық ардақты ағайын. Шыңғысжан, шаңырақ көтердің. Осында үйленбеген достарың бар. Міне менің соң қанатында тұр. Бағана келді маға Мадияр. Шыңғыстан сұраш, үйленген қандай екен деп жатыр. Шыныңды айтшы, осында бойдақтар естісін, білсін. Үйленген қандай екен? Үйленген керемет. Мәссаған, керемет дейді. Шыңғыс, мен де үйлендім ғой. Керемет болады екен басында.
кейін пойдет болады екен ғой. Үйленген қандай десе, біраз уақыттан кейін адамдар сұраса, проблемасы көп деп айтады екенсің. Араларыңда ұл мен қыз пайда болғанда, бірақ бір-біріңе деген қимастық сезім пайда болады екен. Нағыз махаббат пайда болады екен. Аллах тағала сол шынайы махаббатта қимастық сезімді қос ғашыққа көп замай нәсіп етсін. Екі жастың ұлдары 10 шақты, қыздары 10 шақты болсын. Енді құрметті жастар, арнайы осында Нұртөре, Нұрбақыт, Ажар, Нұрқанат, Шұғыла екеуіңізге неке жүзігін тағуы дайын тұр. Қадірлі ағайын, қымбатты көпшілік, Шыңғыстың інілеріменен қарындастары қазір ағасыменен жеңгесіне неке жүзігін тағады. Махаббаттың мәңгілік символы. Қанеке қошеметпен қарсы алайық, келіңіздер. Шыңғыстың бауырларын ортаға шақырамыз. Жүректің некенің жүзігін, өмірдің қазығы, белгісі тілекпенен қосылған. Қадірлі ағайын, білмегендер білсін, көрмегендер көрсін деп жатырмыз. Бұл шығып жатқан жігіттері, қыздардың барлығы Шыңғыстың туған бауырлары, інілері, қарындастары. Қошеметтесін ме, қымбатты қонақтар. Шыңғыс пен Әсел Қазақстан Республикасының ең үлгілі отбасыларының бірі болсын. Естелігі суреткізге шақырамыз. Қошемет, шапалақ, керемет. Шыңғыс, енді қолыңды былғап қой. Мына жақтағылардың бәріне көрсетші, не таққан. Сыртын көрсет, сыртын. Болды, сау басыңа тілеп алған сақинан құтты болсын, неге қуанасың. Ардақты ағайын, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінің бірінде: ей пенделерім, үйленіңдер, көбейіңдер. Ақыреттің күнінде мен сендердің көптіктеріме мақтанам деген екен. Ендеше өсіңіздер, өніңіздер, көбейіңіздер, махаббаттарыңыз мәңгі болсын, мархабат өрлетіңіздер. Ғашық оты жанады, жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Келген жылдар қосылған екі жасқа, бақыты мен байлығын ала келсін. Ғашық оты көзімізде жанады, әлдилейді махаббаттың баланды. Ғашық болған күннен бастап достар-ау, азамат боп қалғандаймыз бағалы. Ғашық оты жанады, жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Келген жылдар қосылған екі жасқа, бақыты мен байлығын ала келсін. Рахмет. Сымбат, мінеке бүгінгі тойымыздың өзін тамаша, керемет көңіл күймен бастап жатырмыз. Барша осындағы ағайын туысқа, барша осындағы қонақтарға менің айтар алғысым шексіз. Неге десеңіздер, сіздер қадірлі қонақтарым, үлкен бастарыңызды иіп, екі жастың құрметіне орындарыңыздан тік тұрдыңыздар. Ендеше әрбіріңізге осындай қуаныш, осындай той жұғысты болсын. Беглан, осы сөзінде тағы да бір қазықтап өтейін. Алыстан 6 жасар бала келсе, 60-тағы қария орнынан тұрып сәлем беріпті деген. Бүгінде осынау жастардың тілеуін тілеп келіп отырған әулетіміздің үлкендері, қариялары бар. Әрине сол кісілерді ортаға шақырып, салтанатты түрде бүгінгі тойымыздың бет пердесін ақ батамен ашып алсақ дейміз. Десек те қазақ халқы атқан таңмен батқан күнге бата сұраған елміз. Ендеше мен ортаға аузы дуалы сөзі уәлі болған абыз ақсақалдарымыз менен аңыз аналарымызды шақырғаны жөн көріп отырмын. Аса қадірлі осы әулеттің үлкені Батырша ата ортаға келіңіз. Бексұлу апа және Әуез апа, Нұргүл апа, Алмагүл апа, Құттыгүл апа және де Күрішай апа ортаға келіп, екі жасқа тілек айтып, ақ бата беріп, тойды ашық деп жариялаңыздар.
Рахмет. Ассалаумағалейкум. Қадірлі ақсақал, аяуланалар, қуаныштарыңыз құтты болсын. Өздеріңізге мәлім, қазақта қандай жиын, қандай той болмасын, мына сіздер секілді абыройы асқақ, беделі биік, жас үлкен азаматтар, азаматшалар ашық деп жариялаған. Ендеше тілекті мен, сақалмен сән берген, мақалмен мән берген аузы дуалы ақсақал өзіңізден бастадым. Мақыл айналайындар. Мынау інім Есеннің мына тойлары құтты болсын. Той қоласып, тойдан кенде ұмай, тойдан той көп болсын. Мынау екі жастың ынтымағы бірігіп, ынтымақтары қосылып, Алла алдынан жарылқап, өбірлі-шүбірлі болып, Алла алдынан жарылқасын. Қанша? Айта беріңіз, апағы жаулықты апа аналарымыз әдемі тілекті жалғастырсын. Келіңіздер. Мақыл, мінекей айналайын, жиналған көпшілік айналайын. Бәріңе де мынау той жұғысты болсын, қадамдарың құтты болсын айналайындар. Мінекей мынау біздің Есенқараның келінінің тойы, Шыңғыс бенен келіннің тойы болып атыр. Әйтеуір әр уақытта құтты болсын. Екі жас бір-біріне бақытты болсын. Солар өсіп өніп өркендей берсін. Біздің тілегіміз сол жөн. Ал айналайын мырзаға, Мүйнұра, мына бірінші тойларыңыз құтты болсын. Екі жас бақытты болсын, дені сау болсын, өбірлі-шүбірлі бола берсін. Қатарларының алды болсын, өссін, өнсін айналайын. Енді мырзаға Мүйнұра, енді бесік тойды осындай дәу залда өткізіп қуанышқа жете бер айналайын. Неміре сүйе бер айналайын, неміре шөбіре сүйе бер. Апалар жалғастырайық. Ал қайным айналайын келін, мынау бірінші алғаш қуаныш тойларың ғой, құтты болсын. Барлықтарына да жұғысты болып болсын. Мына екі жас бақытты болсын. Халқының қалаулы, елінің елеулі келіні өсе берсін, ата-анасына мейірімді болсын. Өбірлі-шүбірлі болып өсіп өне беріңдер айналайын ма. Көпшілік құдағилар, тойларыңыз құтты болсын. Мүйнұра, Есен, мына бірінші қуаныштар қой, тойларың құтты болсын. Мына екі жас бақытты болсын. Көтерген шаңырағының босағасы берік болсын, шаңырағы биік болсын. Қатар құрбылардың алды болып, тең қатардан кең алып өсе берсін. Балалы шағалы болды. Көп рахмет, қымбаттағы жолықты аналар, тілектеріңіз, баталарыңыз қабыл болсын, ғұмырлы болыңыздар. Әрине сіздердің жолдарыңызбен жастарыңызды сонау төрде тұрған әсел келіндеріңізге бере берсін дейміз. Мың алғыс. Құрметті Бексұлу апа және Алмагүл апа, бүгін Аллаға шүкір, баланың емес, қыздың емес, сол бала мен қыздан тараған немеренің тойына тұрсыздар. Бұндай күнді көрген бар, бұндай күнді армандап өмірден өткен бар. Мінекей Аллаға шүкірлік болсын. Менің тілегім енді бүгін осыны керемет тойда бас қоссаңыздар, екеуінің Алла бұйыртып, екеуінен туылатын баланың сүндет тойына, солардың үйлен тойына жете беріңіздер. Немере сүйсеңіздер, шөбере, шөпшек сүйіңіздер Құдай қаласа. Бір суретке түсіп алайық аға жеңге, бүгінгі тойдан естелік болсын. Әрине той егелердің арнайы сіздерге шапан шаттығы бар екен, өздеріңізге тарту етеміз. Ал қабыл алыңыздар, тойда тобықтай. Шапандар қабыл алғайсыздар. Ал суретке түсіп алыңыздар, кәнеке жігіттер жылдамдатайық. Мұқият қараңыздар, апалар, аталарға қараңыздар, мұқият қараңыздар, бір суретке түсіп алайық.
Рахмет, мархабат жайғасыңыздар. Өлкенің төңіріні төрдеген төрлетіңіздер, кейлі кеңді сырғамастан орын алыңыздар. Айтар алғысымыз шексіз сіздерге. Аман болыңыздар, жасай беріңіздер. Осындай немеренің, шөберенің тойын тойлап жүре беріңіздер. Қадірлі аталар, апалар қауымы. Сымбат қазақ халқында алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деп тегін айтпаған. Ас адамның арқау деп жатамыз. Ендеше барша осында отырған халыққа қазақтың ұлттық тағамын ұсынғанды жөн көріп отырмын. Қадірлі барша хауайық, мінеке бүгінгі кеште, бүгінгі тойда баршамыз ерекше көңіл күйде отырайық. Енді сіздердің құрметтеріңізге орай әзірленген алғашқы ас мәзірін қарсы алыңыздар. Қадірлі кеш қонақтары, бүгін төрдегі Шыңғыс пен Әселді құрметтеп, ұжымдастары, нағашылары және Шыңғыстың іні қарындастары ерекше ән салғалы бүгін тамаша қарқынмен дайындалып келіп отыр. Ендеше солардың бірі, солардың алғашқысы. Төрдегі тұрған Шыңғыстың нағашы қарындасы, мен ордаға Балаусаны шақырамын, ардақты ағайын, қымбатты көпшілік, Балаусаның қазағымсың әнін қабыл алыңыздар. Асқарлығы тауында, байлығы жайлауында, бостандығы қолындай баны байрағында. Қазағымсың елім үрді Қазағымсың менің үрді Сұңқарышыңда, тұлпары қырда, кеңдігін көргің келсе. Танитын тұлға, тарихын тыңда, ерлігін көргің келсе. Теңеуің дала түздегі, азаттық тұр барысың. Бақытты әр жан біздегі, қазақ боп туған үшін. Әруынардай, аруы қандай, жемісін көргің келсе. Бірлігі таудай, бірлігі баудай, жемісін көргің келсе. Қазағым мәңгі арайлы, ғажап болғаның үшін. Мақтанып айтам маңайға, қазақ болғаным үшін. Қала көзі
рахмет. Қолдарыңыз бос болса, балаусаға бір шабала құрып қойайық, өнердің биік шыңынан көрінсін деген ниетпенен. Өмірлік жолың ашық болсын, балауса. Енді қадірлі кеш қонақтары, мінекей бүгінгі кешіміз, бүгінгі тойымыз өздеріңізге мәлім 10-нан аса басталды. Жалпы сіздерді бүгінгі той егесі қаншаға шақырды? Біздің қадірлі қонағымыз болыңыздар. Қаншаға? 7-ге дейді. Рахмет сізге. Мына жақта кешік келгендер ұялып кәдімгідей айта алмай отыр. 7-ге шақырды ма? Мен енді ұрсайын. Не ап келмейсіздер 7-де? Сағат 10 болды ғой. Ардақты ағайын, міне біздің Шымкентте жалпы тойдың тәртібі күннен күнге бұзылып бара жатыр. Ащы болса да шындық. Сағат 5-ке шақыр, 6-ға шақыр, 7-ге шақыр, өзінің бір теттеп қойған уақыты бар, сағат 10-да басталады. Қасыңдағы досың, не болмаса жарың, әй, жүрсейші тойға. Сағат 7-ге шақырды ғой, тойға барайықта десе, бүйтіп айтамыз. Біз барғанда басталады дейсің ба? Қазақпыз ғой. Әлі жап-жарық қой, қатеп кеш болсын да. Әйтеуір сөйтіп жүрген кезде сағат 9:30-10 болады. Онда біздің Шымкентте тойды бастаймыз. Біздің Шымкентте бір рахат жері сағат 11:30 болған кезде тойын құтты болсын деймізді, жайлап үйге қайтуды бастаймыз. Ардақты ағайын, қымбатты көпшілік, мен мұны тегіне айтып жатқанымыз жоқ. Міне бүгінгі тойдың сағат 10-нан 20-ға кеткенде басталды, оған өздеріңіз куәсіздер. Енді менің айтайын дегенім, Шыңғыс пен Әселдің тойында тойдың соңына дейін отырайықшы, ардақты ағайын. Бізге де осындай той жұғысты болсын деген ниетпен келген болсаңыздар. Төрдегі Шыңғыс пен Әселдің тойы бұрын соңды болмаған керемет тойлардың бірі болса, бір шабала құрып қойықшы. Енді қадірлі кеш қонақтары, баршаларыңызды құрметтеріңізге орай арнайы әзірленген алғашқы ас мәзірін қазір тарту өтеміз. Қабыл алыңыздар. Құдалардың алдына арнайы бас барады. Қарсы алыңыздар. Ал ендеше қарсы алыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Енді осындай ұлттық ас кеп жатқан уақытта біріңіз ортаға шығарып сөйлеткенім, не болмасы ортаға шығарып алып, зіркілдет билеткенім ол әрине менің көргенсіздігім болады. Ардақты ағайын, сіздер ұялмай қысылмай асқа дәмге қараңыздар. Осы ас барысында сіздердің құрметтеріңізге әсем әндер жолдайтын боламыз. Мінекей төрдегі Шыңғыстың группаласы әрі досы. Жалпы бүгінгі тойда сіздерге бөтен адамдар қызмет етіп жатқан жоқ. Әрі бүгінгі кештің жүргізушісі тамадасы десек болады енді, қазақша. Көптеген байқаулардың жеңімпазы. Арай мәдени іс шара жүргізуші байқау өтеді облысымызда. Соның 2 дүркін жеңімпазы, бір шабала құрып қояйық, ардақты ағайын. Енді бүгінгі кеште мен білмеймін, көптеген тойда бұл Сымбат деген қыздарыңыз ән салмайтын. Бүгін мені таңғалдырып отыр, Шыңғыстың тойында ән салам деп ерекше дайындалып келген екен. Қадірлі ағайын, қымбатты көпшілік, Сымбат есімді сұлу қыздарыңыз арнайы сіздер үшін, Шыңғыс пен Әсел үшін ән салады. Баршамыз ән тыңдап, Сымбатқа ерекше шапала көріп отырайық. Көп рахмет. Той құтты болсын, қымбатты қонақтар. Дәмнен алып отырыңыздар, дем алып отырыңыздар. Тынысты кең алып отырыңыздар. Жастар бақытты болсын. Той құтты болсын. Үйде! Ассалаумағалейкум, ассалаумағалейкум деп тағы бір айтайын. Осы тойда сіздерді бір билетіп
басқа мені таң қалдырдың. Ардақты ағайын, бүгін сымбатты басқа қырынан танып біліп жатырмыз. Шыңғысжан, міне көрдің ғой, бүгінгі сенің тойыңа сымбат барын сап жатыр. Жүргізіп жатыр, ән салып жатыр. Ол екеуіңе деген сымбаттың құрметі. Енді ардақты ағайын, біз осындай тамаша әннен кейін жақсы тілекті жалғастырайық. Сымбатжан, қазақ халқында әрбір сөз тегін айтылмаған. Қазақ халқында жан жарыңды сыйлағын бақыты үшін балаңның, нағашыңды сыйлағын ақ сүті үшін анаңның деген сөз бар. Әрине барша нағашыларға, нар толғал нағашыларға қандай сөзді, қандай жақсы еркелеткен сөздерді арнасақта жарасады. Әрине екі елдің арасын жақыл қынған нағашым, ақ көңілді баласын ақын қылған нағашым. Нағашының жақсын тек қана беглан, осы тойдың төрінен табасың деген. Олай болса барша жақсы нағашылардың есімдерін ескеріп, ортаға шақырып, ақ тілекті бірге тыңдасақ дейміз. Ендеше төрде отырған барша түп нағашылар. Бейбайша әпкеміз бастаған. Болат Алтынай, Жанат Райхан, Қалмұрат Баян, Қанат Луиза, Самат Алма, Мақсат Ағмарыл есімді барша қадірлі төрде отырған түп нағашылар ортаға келіңіздер. Және Шыңғыстың өз нағашылары. Алмагүл апасы бастаған Мақсат, Талғат, Клара, және де Талап, сонымен қатар Гүлмира Тоғжан. Және Асқат Айжан, Нұрлан Гүлзипа, Ермек Ботакөз, Әділет Ізгүл, және де Қанат Нұрзипа, Құрмет Гүлсара, Әйгерім Нұрила, Үсен Елмира, Нұрбол Фарида, Алмаз Ләзәт, Нұрлан Назым, және де Әйгерім Шубайыңызбенен. Сонымен қатар төрде отырған Әбдіғали, Әйгерім ортаға келіңіздер. Әрине, осында кейбір нағашылардың аттары аталмай жатса, ешкімде өкпаназ болмасын, той кірші деп қабылдаңыздар. Мен нағашым дегендер ортаға келіңіздер. Көгілдір көктемедің, қиялмай кеткен едің, жете алмай жүрек от боп жандың ба. Аққудың қанатымен әнімді таратып ең. Қанеки, нағашылар, тойдың исін шығарып ортаға билеп шығанеки. Bilip. Heyde, tamamşa, kiribet. Aha! Bana bagaj деген осындай бол керек. Томын арбасып, аспанмен тұр арбасып, сол тауға құмарға шық сен едің. Билеп келеміз ағаштар, билеп. Кешкендер билеп келеді. Өзіңе таныс бір жан менен. Нағашылар жасасын, тамаша. Рахмет. Үйтіп жиналдыға ортаға. Тойхана дәу. Ар жақтан бер жаққа келгенше біразыңыз кәдімгідей ырсылдап тұрсыздар, я? Міне, көрдіңіздер ғой. Бүгінгі той егесі менің ағам менен жеңгемнің, төрдегі Шыңғыстың көңілінің кеңдігін байқап жатсыздар. Тойханадан білсеңіздер болады. Осындай керемет кең тойханада келі кең дастархан жайып, өздеріңізді құрметке бөледі. Баршаларыңыз жиенге шаттық тілеп келіп отырсыздар. Енді нағашылардан жақсы тілек болсын. Тілекті әрине түп нағашылар бастайды. Ол кісілердің жолы үлкен, жөні бөлек. Түп нағашылардың көшін бастаған қайсыңыз? Келіңіз аға. Рахмет Тамада сөз бергеніңе. Ал құрметті көпшілік, ұлыстың ұлы күн деп бүгін жиен келін түсірген екен. Баласы үй болып қуанышты болып жатырмыз. Дендерің сау болсын, айналайындар, бақытты болыңдар, өбірлі шүбірлі болыңдар, ата-аналарыңа мейірманды болыңдар, күліп ойнап өмірді денсаулықтың арқасында шауып жүре беріңдер.
Акпе, денсаулығыңыз зор бол, осы немерелеріңіз қызышын көре бер. Есен қара, келін айналайын. Бақытты болыңдар. Жастардың қуанышына бөлене беріңдер. Күліп ойнап осыны өлгендерді бас қоса берейік. Есен қара Мунира, мына тойларың құтты болсын айналайын. Мына жастар бақытты болсын, өбірлі шүбірлі болсын. Әрдайым осындай қуанышқа бөлене беріңдер. Ал есен қара, мінекей той құтты болсын, жастар бақытты болсын. Көп жасасын, мінекей өздерің сияқты үлкен жігіт қыздар бола берсін, мінекей. Айналайын Әкпе, мына қуанышыңыз құтты болсын. Тойға ұласын. Әр уақытта жақсылықта бас қосайық. Келіңіздер, нағашылар әдем тілектен жалғастырыңыздар, әпкелер. Есен қара, тойларың құтты болсын, екі жас бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, Құда қаласа осы үйге келін келе берсін. Осылардың қызын көруге жассын, той барлық осы тойға келгендер бәрі жұғысты бола берсін. Әрмен қарай жалғастырайық, нағашылар келіңіздер. Шыңғыстың өз нағашылары. Үлкен өзіңіз ғой, Әпке, келіңіз. Рахмет айналайын тамада. Кеш жар құрметті құдағилар, құдашалар, құдабалдар. Бексұлу құдағи, бүгінгі мына үлкен тойыңыз құтты болсын. Деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Мына Құда қаласа міне немерелеріңіздің тойын көріп отырсыз. Алла сізге өмір жас ұзақ бере берсін. Ал Есен Мунира айналайындар. Мына бүгінгі ана көрінген таудың алыстығы жоқ дейді. Мінекей Құда қаласам бүгінге де Алла жеткізді. Міне жетті, Құдайға шүкір тоба. Есен Мунира, бүгінгі мынау ең алғашқы тойларың құтты болсын. Мына екі жас Шыңғыс жаным, келін, тойларың құтты болсын. Дендерің сау болсын. Өмір жастарың ұзақ болсын. Ұстаған қолдарың ажырамасын, дендерің сау болып, аспандарың ашық болып, өбірлі шүбірлі болып, ана Бексұлу әжелерің сияқты үлкен әже болып, аталарың сияқты ақсамайлы ата бола берулеріңе тілектеспін. Дендерің сау болсын, жұмыстарың алға баса берсін, аспандарың ашық болып, тек қана жақсылық тойларда кездесе берейік. Дендерің сау болсын, Есен Мунира, тойларың тойға ұласа берсін, ар қарай жалғаса берсін. Әмин, рахмет, тамаша тілек айттыңыз. Мұғалім емессіз бе әйтеуір? Құсап тұр. Ары қарай жалғастырайық. Енді бәріміз сөйлеу шарт емес, үлкендер қауым тілек білдірейік, келіңіздер. Ал құрметті қауым, көпшілік қауым, бүгінгі мынау екі жас Шыңғыс пенен Әселдің тойы құтты болсын, денсаулықтары мықты болсын, үбірлі шүбірлі болып, жақсы отбасы бола берсін. Мунира, Есен, сендердің мына бірінші тұңғыш тойларың құтты болсын, денсаулықтары мықты болсын, өстіп ары қарай жақсылықпен ары қарай жалғаса берсін. Тойға оласын. Рахмет, нағашы, келіңіз, тілек түйіндеңіз. Ал тойшы қауым, тойы құтты болсын. Бексұлу апа, мына тойларыңыз құтты болсын, Құда қаласа. Ал Мунира әпке, Сәке, тойы құтты болсын, жас бақытты болсын. Шыңғыс келін, бақытты болыңдар, жақсылық болсын, тойларың құтты болсын. Әрқашанда осындай кең дастархан, үлкен тойда, осындай кең сарайда кездесе берейік. Тойдан тойға жете берейік. Құтты болсын тағы да. Рахмет, қалғанымыз қосыламыз деген ойдамын. Әрбіріміз екі жасқа бақыт тілеп келген болсақ, төрдегі Шыңғыс пен Әсел бақыт болса бір шапала құрып қояйық. Бәріміздің тілегіміз сол болсын, сөйлемедік деп ренжімеңіздер. Ал аға жеңге келіңіздер, бір сурет келісіп алайық. Ортаға тұрыңыздар. Ортаға, Есен аға келіңіз. Бір сурет келісіп алайық. Бүгінгі кештен, бүгінгі тойдан тамаша естелікке сурет қалсын. Мұқият қараңыздар кәнекей. Қадірлі нарғасқан ағашылар, әрбір арайлап атқан ақтан сіздердің шаңырақтарыңызға, шаттық босағыларыңызға бақтап келсін. Өсіріп отырған ол қыздарыңыздың тек қызығын көріңіздер. Енді әкелген той аналарыңызды, сый-сияпаттарыңызды табыстауға рұқсат.
Баршаларыңызды тамаша би алаңына шақырамыз. Арнайы сіздер үшін дәл қазір сахна төрінде сымбат ән салады. Сіздер жақсылап тұрып билеңіздер. Ал барша нағашылардың құрметіне орта биге толсын қанекей. Шөп! Көңілдірек! Қане барша қонақтар, дастархан басында отырған қонақтар, би алаңына шығамыз. Ортадан кетпеңіздер, сіздер үшін шоқ-шоғынан бейіміз жұптасады. Кеттік. Сәлімжан, жаржама! Давай, давай! Сағынбай жүр деп сен не көкпелейсің, менің жаным сенен бөлек пе дейсің, сағыныштың жалын
деп тұрсам да келдің демейсің, көріп тұрып мені көрдім демейсің. Мен сертімде тұрдым сағынғандықтан, айтшы жаным маған енді не дейсің? Ай, 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 дейсің, 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 барсам үндемейсің. Сағынып мен келсем, кейде сен келмейсің. Мені кінәлайсың, өзіңнен көрмейсің. Сағынбайтының бар не олай дейсің? Дейсің, 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 барсам үндемейсің. Сағынып мен келсем, кейде сен келмейсің. Мені кінәлайсың, өзіңнен көрмейсің. Сүй алмайтының бар не олай дейсің? Мені кінәлайсың, өзіңнен көрмейсің. Сағынбайтының бар не олай дейсің? Сүй алмайтының бар не олай дейсің? Рахмет баршаларыңызға, мархабат жайғасыңыздар. Қадірлі ағайын, бұл тойдың басы, бидің көкесі әлі алда. Мархабат жайғасыңыздар, бір сәт. Енді қадірлі ағайын, тамаша билеріңізді біз сырттай тұрып тамашаладық, тәнті болдық. Енді сіздер жайғасып, жайласып, Көркемай би ансамблінің өз өнерін тамашалаңыздар. Ортада Павлин биі.
Алтан көркем би ансамбліне қол соғып қошеметтеп қойыңыздар, қымбатты қонақтар. Қадірлі кеш қонақтары, осындай тамаша биден кейін енді жақсы тілекке кезекті берген жөн көріп отырмыз. Қазақ халқында 6 аға бірігіп әке болмас, 7 жеңге біріксе де шеше болмас деген сөз бар. Ендеше мен ортаға сымбат, бүгін осындай дастархан жайып, ел мен жұртты ерекше құрметке бөліп отырған Есенғара ағаменен Менера жеңгемді шақырғанды жөн көріп отырмын. Бүгінгі тойдың егелері ортаға келіңіздер. Тойды қалай жасағаныңды емес, сол қуанышты тойға қалай жеткеніңді айтып қуан дейді. Бүгінде сіздердің алдарыңызға 90 түрлі дәм ұсынып, бала көңілмен даладай дастархан жасап, қуаныштан төбелері көкке бір елі жетпей отырған тойдың егелерін ортаға шақырсақ дейміз. Келіңіздер. Есен аға қайдасыз? Есен аға келіңіз ортаға. Есен аға келіңіз. Есен қарағамды көргіп білгендер болса шақырып жіберіңіздер келсін. Қайда екен ағамыз? Келіңіз Есен аға. Рахмет. Есен ағам тойдың егесі емес, осы өлетін құдасы құсап жүр қардақ тағайын. Бір ерекше таңғап жатырмыз бүгінгі тойда. Есен ағам менен Менера жеңгеме той құтты болсын деп бір шабала құрып қояқшы қиын болмаса. Шын мәнде құрметтеп сыйлап келген болса қардақ тағайын. Шабалақтарыңыз қатты болсын жігінеке. Ай, бәрекел. Міне, арнайы шабала құрып қойыңыздар деген кезде ниет қылып шабалаған әрбіріңіз осындай той көріңіздер деген келеді. Енді аға жеңге, бүгін ерекше қуанып жүрістер. Кенен Әзірбаев айтқан екен, келін келді дегенде қуанғаным қанша ұмтылсам да орнымнан тұра алмадым деп. Бүгінгі көңіл күйлеріңіз, бүгінгі тебіреністеріңіз біздің әрине сымбат екеумізге мәлім десек болады. Енді екеуіңіз төрге барып, бүгін төрден орын алған Әселдің ата-анасына ерекше құрмет көрсетіп, яғни Сыпабек құда менен Зафира құдағиды ортаға билетіп тұрып алып келсеңіздер болады. Мархабат түрлетіңіздер кәнекей. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортадай. Байқайын, әнді шырқап айтайын, бәрі тұрып билесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортадай. Ортаға билеп келеміз, құдалар. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Құдалық мәңгілік болсын. Қыздар қайдасың, жүрексіні аңсамай, алтын жақұт тағайын. Стоп, тоқтаңыздар. Мұнау саналмайды. Ой, бұрмай, сіз екеуіңіз біріншіге қапсыздар ғой, ана кісілер қап кет бартта. Бірге кәңіздер төртеуіңіз билеп. Жайдан жай келуге болмайды, бүгін бір балдарыңыздың басы екеу болып жатыр. Қадірлі қалайық, баршамыз назарды ортаға бұрып, құда мен құдағиды қарсы алайық, билеп кәнекей. Жұлқынып бір билейіп, шаң шығарып ортадай. Бәрекелді, тойымыздың енді сәні кіріп жатыр. Тамаша. Шып. Қошемет ағайын. Тамаша. Келіңіздер, кәнекей, бер қарай келіңіздер. Рахаттанып жанымыз, шын достарым қайдасың, көңілдерің жайнасын. Шаттанайық бәріміз, шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Рахмет. Құданың әжептірін биі бар екен ғой. Құдеке,
құрметті құдағи, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Бүгін мінекей ұлы жүздің ұрпақтары бір-бірімен құда болып, құдандал болып жатыр. Аллах тағала құдалықтарыңызды мәңгілік қылсын. Енді төрдегі жұптары жарасқан қос қашыққа тебіреніп, жүректегі ізгі ниетті, ақ ниетті ақтырат сәт келіп жетті. Әке деген асқартау, ана бауырындағы бұлақ, бала жағасындағы жайқалған құрақ дейді. Мінекей көздеріңіздің ағыменен қарасы болған төрдегі жұптары жарасқан қос қашыққа жақсы тілек білдіресіздер. Ең әуелі тілектің тізгінін сымбат құдадан бастаймын. Неге десеңіздер, ардақты ағайын, біз қазақ халқы құдасын құдайындай сыйлаған ел ұрпағымыз. Құдайға қош келдіңіз, 2 жасқа ақ легіңіз білдіріңіз. Көпшілік Шыңғысхан әсерге тойына келгендеріңізге көп рахмет. Өзімді қысқаша таныстырып өтейін. Атым Спабек, фамилия Теңгебаев. Теңгебай әкем мұғалім болып мектеп істеп, директор болып пенсияға шыққан. Мен 40 жыл мектепте істедім. Мектеп болғанда спорт мектепте істедім. Москваның орталық дене шынықтыру институтын бітіріп, 40 жыл спорт мектеп істеп, 3 шәкіртім Қазақстан құрама командасында болды. Ең үздік шәкіртім Тамара Коган қыз. Сингапур, Стамбул, Берлин, Москва, Элиста қалаларында Қазақстан құрама командасында қатысып, гроссмейстер атағына ие болды. Гроссмейстер деген ең үлкен атақ, одан жоғары атақ жоқ шахматта. Екіншіден, жаңағы менің әкем мұғалім болды, өзім мұғалім болдым. Шыңғысхан әселде педагогиканы бітіріп, Назарбаев мектепте жұмыс істеп жатыр. Назарбаев мектепке әркімді қабылдай бермейді. Білімі керек, жұмысты білу керек. Осы 2 жасқа 3 тілегім бар. Бірінші, денсаулық. Мынау баяғы Совет Союзда машинаның ұшақ маркасы болған. Волга, Москвич, Запорожец. Қазір машинаның бәрі көбейіп кетті. Сол кезде Грузия елінде, грузиндар ең бай халық екен. Грузиннің есіктің алдында Волга тұрмаса, ол грузин емес екен. Москвич, Запорожец тұрса, ол басқа ұлттың адамдары екен. Ол не деп айтайын, не себептен айтып отырмын? Олардың да осындай тойға, бір жиналысқа жиналғанда, ең жаңағы популярный тосты «Дай нам Бог здоровья» дейді. Остальное купим дейді. Сол үшін мен бірінші тілегім денсаулық болсын Шыңғысхан әсел екеуіне. Екіншіден, үйде тату болу керек. Анау арбаны біреу оң жаққа, біреу сол жаққа тартса, арба орында тұра береді. Орыстарда мақал бар: рак, щука, лебедь деген. Рак болотаға тартылады, щука, балық өзенге тартылады, лебедь, құс аспанға тартылады. Сөйтіп арба қазірге шейін қимылдап тұр екен орнында. Үшінші тілегім, жұмыста абыройлы болыңдар. Біз өміріміздің жарысы жұмыста өтеді екен. Азанда жұмысқа кетеміз, кешке келеміз, ұйықтаймыз да, ертең тағы да азанға кетіп, кешке жұмысқа келеді екенбіз. Сол жұмыста абырой болыңдар. Орысша айтқанда, успехов в работе и всего хорошего. Көп рахмет, қымбатты құда, тілегіңіз қабыл болсын. Тамаша әсерлі тілек болды. Әрменғыр әрине Бегілан, сенің сөзіңді қазықтап кетейін. Қазақ халқы расында құдасын құдайындай сыйлаған ел. Әрменғыр қымбатты қонақтар, тілектің тізгіні біздің әсел келіндеріңіздің аяулы батыр алтын құрсақты анасы Зафира құдағида. Қанатқа қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген қызыңыз міне өз елінде ақ жаулықты келін болып, бақытты елге айналдыруға барынша өзінің сүбелі үлесін қосатынына біз сенім білдіреміз. Мархабат, әдемі аналық тілек өзіңізге. Құрметті құда мен құдаларына құдалықтарымыз құтты болсын.
құда мен құдағиымна құдалықтарымыз құтты болсын. Шаңырақ көтерген Шыңғыс енді балам ғой. Балам Шыңғыс пенен Әселдің шаңырағы биік болсын көтерген. Дендері сау, өмірлері ұзақ. Жұмыстарында тек қана алға жүре берсін. Сол үшін қойық десеңші. Рахмет құлағи. Алла тегіңіз қабыл етсін. Әрмен қарай тек жалғастыратын төрдегі Шыңғыс бауырымның арқа сүйері Асқар Таудай әкесі бүгінгі тойдың төресі, бүгінгі тойдың егесі. Есен қараға өзіңіз төрдегі 2 жасқа әдемі тәтті тілегіңізді білдіріңіз. Шыңғыс айналайын, Әсел, бүгінгі тойларың құтты болсын. Құда қаласа, өбірлі-шүбірлі болыңдар, шаңырақтарыңнан шаттық кетпесін, денсаулықтарың зор болсын. Не деймін, осы өмірдегі бар жақсылықты тілеймін сендерге. Тағы да бүгінгі заңды некелеріңмен құттықтаймын. Бақытты болыңдар. Рахмет. Ардақ ағайын, бүгінгі кеште ерекше толқып жүрген менің менері жеңгем негізі. Міне, той басталғаннан баршаларыңыздың көңілдеріңізді тауып, қабақтарыңызды бағып, әрқайсыңызды төрге жайғастырып, осында келі кең дастархан жай бүгінгі тойға ерекше жылы шырай жанып тұрген. Менің менері жеңгеме қуанышыңыз құтты болсын, тойыңыз құтты болсын дей отырып, сөз кезегін ұсынамын. Біз ардақ ағайын, ананы құрметтейтін елдің ұрпағы кемсәлі де бір шабала құрып қояйық анамызға. Рахмет. Ал, көпшілік қауым, қош келіпсіздер. Құда-құдағи, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Шыңғыс, Әсел, алға басқан құда қаласа, тіккен отауларың биік болсын, аңсаған армандарыңа жете беріңдер, биік шыңдардан көріне беріңдер. Құда қаласа, сендермен мақтанып, марқайып, қуанышқа бөленіп жүре берейік. Әрдайым бізді қуантып, Қазақстанның ең бір керемет биік көтерілген жанұясының бірі бола беріңдер. Бақытты болыңдар. Рахмет, Алла тілектеріңіз қабыл етсін. Құда келіңіз менің қасыма. Құда келіңіз. Аға, оң жақ бетке тұрыңыз. Екеуіңіз бір-біріңізге қарап тұрыңыздар. Екі қолды көтеріңіздер. Қолды көтерейік қолды. Біз қазақ халқы дәстүрін дәріптеген елдің ұрпағымыз. Бүкіл елдің алдында қазір төс қағыстыратын боласыздар. Енді қадірлі ағайын, бір сәт назарды қос құдаға бұрайық. Қос құда 1000 жылдық құда болдық деп төс қағыстырсын. Құда болсын 1000 жылдық, күйеу болсын 100 жылдық, бақта құстар сайрасын. Рахмет. Негізі екеуіңіз құсайсыздар кәдімгідей. Мен өз басым айнытпай тұрмын. Енді түрлеріңіз етіп жатқан жоқ. Мінездеріңіз, жүріс-тұрыстарыңыз аумай деген өзі. Құданы құдай қылса деген осы болар ардақта ағайын. Енді екеуіңіз бір құшақтасып қойыңыздар. Сіздер де төс қағыстырып қойыңыздар. Бәрекелді. Рахмет. Бір суретке түсіп алайық. Ағалар келіңіздер. Естерге суретке түсіп алыңыздар. Бүгінгі кештен бір тамаша сурет қалсын. Шыңғыс Әсел, ортаға келіңіздер. Шыңғыс Әсел, ата-аналарыңыздың қасына келіңіздер. Тағдырым сынаған кезде, биіктен құлаған кезде, жаныма тыныштық таппай, жүрегім жылаған кезде. Ал, ата-аналар қауымы, ол қыздарыңыздың ақ маңдайына сүйіп қойыңыздар құттықтап. Рұқсат. Міне қымбатты қонақтар, бүгінгі кеште Шыңғыс пен Әселдің 4 құбыласы теңде теңесті.
Мекке менен Мәдине жолдың ұшы алыс сапар дейді ғой барған кісі. Әкең менен анаңды құрметтесең, Мекке болып табылар үйдің іші деген. Қымбатты Шыңғыс Әсел, сіздердің жұмақтарыңыз, меккелеріңіз, жандарыңызды әлемдегі ең бақытты жандардың бірі сіздер деп білеміз. Бақыттарыңыз баянды болсын. Рахмет, енді төртеуіңіз келіңіздер. Ата-аналары төртеуіңіз келіңіздер менің қасыма. Құда-құдағи және аға жеңге келіңіздер төртеуіңіз. Құдағи, келіңіз. Жеңге келіңіз. Сіз құда жаққа барыңыз, жеңге. Жеңге, сіз құда жаққа барыңыз. Құданың арғы бетіне тұрыңыз. Қол ұстасыңыздар төртеуіңіз. Қол ұстасайық. Аллах тағала сіздерді мінеке бүгінгі кеште қосып отыр. Құдай қосқан құда болады дейді. Мінеке Құдай қосып құда болдыңыздар, ынтымақ бірліктеріңіз кетпесін, тату тәтті болыңыздар. Екі жастың көтерген шаңырақтары биік болсын деп қолымызды биікке көтерейік. Ешқашан екі жастың шаңырағы шайқалмасын. Екі жастың махаббаты мәңгі болсын. Қадірлі ағайын, Шымыр елменен Жаныс еліндегі орнаған алтын көпір мәңгілік болсын деп сіздерді тойға жарастырамыз. Мархаба, төрлетіңіздер. Қол ұстасқан күйе. Шаттықта, есендікте, саулықта өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Рахмет, тамаша құдалар, керемет. Еді Шыңғыс Әсел ортада қалыңыздар. Қадірлі кеш қонақтары, осындағы барша Шыңғыс пен Әселдің ұжымдастардың атынан арнайы ән салғалы келіп отырған. Гүлсананы баршаларыңыз қарсы алыңыздар. Қымбатты Шыңғыс Әсел, Гүлсананың әсем әніне махаббат балесіне түсіңіздер. D'accord, la petite fille, en moi se va te réclamer. Presque comme une mère, tu m'es bordier, m'y protéger. Je t'ai volé ce sort que n'aurait pas de partager. À bord du moi du rêve, je veux crier.
je t'aime comme ça. Рахмет, Гүлсанаға бір шапалақ ұрып қояйық.